Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Бүгінгі кезекті тақырыбымыз қиялдай алу ерекше қабілет деп аталады. Оқулықтарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары: эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен немесе оқиғаны сипаттау не суреттеп жазу. Яғни сипаттамалы эссе жұмысын жазу. Екінші оқу мақсаты: зат есімдердің мағыналық түрлерін мән-мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Ендеше балалар, өткен сабағымызды еске түсіру үшін мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Әрбір сұрақтың ұпайы 1 балдан. Деректі зат есім мен дерексіз зат есімнің айырмашылығы қандай? Қиял дегенді қалай түсінесің? Егер сенің қолыңда сиқырлы таяқ болса, нені өзгертер едің? Адамның қиялы жас ерекшелігіне қарай неге әртүрлі болады? Сұраққа жазбаша немесе мұғалімге ауызша жауап беруге болады. Ендеше балалар, біз қиял дегеніміз сыртқы дүние заттарының, немесе табиғат құбылыстарының, немесе біздің түрлі армандарымыз бен қалауымыздың біздің санамызда түрлі көріністер арқылы бейнеленуі екенін өткен сабақтардан білген болатынбыз. Яғни қиял адамның түрлі қызығушылығына, мақсатына, жас ерекшелігіне қарай әртүрлі болады екен. Соның ішінде балалар, шығармашылық қиял дегеніміз бұл қиялдың ерекше бір түрі. Қиял түрлі өнер саласында, әдебиет саласында кез келген дүниені орындағанда біз өз қиялымызға ерік береміз. Әсіресе әдебиет саласында қиялдың өте ерте заманда көрініс бергендігін біз түрлі ауыз әдебиеті үлгілерінен, яғни ертегілерден, батырлар жырынан, аңыз әңгімелерден көруімізге болады. Мысалы, өздеріңіз қазақ әдебиеті сабағында өткен Керғұла атты Кендебай ертегісінде Керғұла атқа тіл бітіп, Кендебайға сөйлеуі, кәдімгідей адамша сөйлеуі, немесе Кендебайдың күн сайын емес, минут сайын өсіп, ер жетіп азамат атануы. Сол сияқты әйгілі Ертөстік ертегісіндегі Ертөстіктің жер астына түсіп, Бапы ханның ордасына баруы, немесе осы Ертөстік ертегісіндегі Көлтаусар, Желаяқ, Таусоғар сияқты кейіпкерлер адамның өте ертедегі қиялынан пайда болған шығармалар екен. Соның ішінде шығармашылық қиял деп отырғанымыз бұл қандай да бір жаңа идея тудыратын, өнім беретін қиялдың түрі. Мысалы, оған әртістердің, музыканттардың, ақындардың, жазушылардың, суретшілердің немесе ғалымдардың қиялын жатқызуымызға болады. Бұл аталған мамандық иелеріне қиял не үшін керек? Суретшіге жақсы өнер туындысын ешкімге ұқсамайтын сурет салу үшін керек. Ал ақынға өзінің бойындағы мына табиғаттан алған әсерін сипаттап жазу үшін, өлең тудыру үшін, немесе жазушыға түрлі әңгімелер, романдар, шығармалар жазу үшін, адамдардың арасында қарым-қатынасты бейнелеу үшін қиял қажет болады. Яғни шығармашылық қиял бұл бір қандай да өнім беретін сурет, яғни біздің өмірімізде сол қиялдың жемісі көрінетін, көрініс табатын қиялдың түрі. Ол қалай біздің өмірімізде шындыққа айналады? Суретшінің қиялы сурет түрінде, немесе жазушының қиялы түрлі шығармалар түрінде, ақынның қиялы поэзиялық туындылар, өлеңдер ретінде, немесе композитордың қиялы
түрлі әуендер ретінде шындық болмысқа айналады екен. Ендеше балалар, осы шығармашылық қиял туралы түсінгендерімізді әрі қарай дамыту үшін біз бүгін эссе жазудың талаптарымен танысатын боламыз. Эссе жазу бұл қандай да бір мәселеге байланысты, ақпаратқа байланысты өз ойыңды нақты, жинақы әрі көркем түрде жеткізу болып табылады. Балалар, эсседе ең алдымен өздеріңіздің ойыңыз нақты көрініс табуы керек. Және сол ойыңызға қандай да бір дәлелдер, мысалдар келтіру шарт болады. Эссе 3 бөлімнен тұрады. Яғни бұл бөлімдер өзара абзацтар арқылы ажыратылады. Яғни кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Бұлардың әрқайсысының жанына кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім деп жазып отырмаймыз. Әрқайсысын жаңа абзацтан бастап отырамыз. Яғни келесі слайдта эссенің құрылымында, әр құрылымында не жазу керектігі айтылған. Яғни кіріспе бөлімде жалпы эссеге беріліп тұрған тақырып туралы жалпы түсінігіңіз, не түсінесіз, соны жазасыз. Ал негізгі бөлімде қандай да бір ең нақты жүйелі ойға түсіп, соған өзіңіздің дәлелдемелеріңізді келтіресіздер. Түрлі нақыл сөздер, мақал мәтелдерді мысал ретінде қолдануға болады. Ал қорытынды бөлімде кіріспе бөлімдегі негізгі ойға қайта оралып, барлық абзацқа түйін жасайсыздар. Яғни қорытынды сөйлемдеріңізді жазасыздар. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма қиял кімге не үшін керек тақырыбында сипаттамалы эссе жазасыздар. Яғни сипаттамалы эссе дегеніміз мұнда адамның, жердің, заттың немесе қандай да бір оқиғаның бейнесін сипаттау. Соны дәлелдер арқылы оқырманға сипаттап жеткізу. Бұл сипаттамалы эссе болады. Эссе жазғанда суретші, жазушы, ғалым сияқты тағы басқа мамандардың шығармашылығына қиял не үшін қажет? Мінекей осы сұраққа өз ойларыңызды ең негізгі бөлімге тірек ретінде пайдалансаңыздар болады. Және бұл эсседе 3 деректі және 3 дерексіз зат есімді қолданып, астын сызасыздар. Эссе жазудың дескрипторы, яғни қойылатын талаптары. Ең біріншіден, эссе құрылымын сақтайды. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Кіріспеде осы эссенің тақырыбы туралы жалпы түсінік бересіздер. Ал негізгі бөлімде бар айтар ойыңызды, мысалдарыңызды, дәлелдеріңізді осы негізгі бөлімде келтіресіздер. Қорытынды бөлімде кіріспе бөлімдегі ойға қайтадан оралып, барлық абзацқа қорытынды сөйлем жазасыз, яғни түйін жасайсыздар. Екінші, әр бөлім арасында логикалық байланыс орнатады. Яғни кіріспе бөлім мен негізгі бөлімнің, негізгі бөлім мен қорытынды бөлімнің арасында қандай да бір жүйелілік болу керек. Мағынасында, жазылған сөйлемдердің мағынасында жүйелілік сақталу керек. Өз ойын мысалдар арқылы дәлелдейді. Яғни, әрбір жазған ойыңызға өмірден мысалдар келтіріп, немесе оқыған шығармаларыңыздан, немесе өмірдегі адамдардан мысал келтірсеңіздер болады. Және 3 деректі, 3 дерексіз зат есімді қолданып, астын қарындашпен сызады. Бесіншіден, сөз санын сақтайды. Яғни, бұл жерде сіздерге сөз саны 80 сөз. Міне осы 80 сөзден кем болмау керек. Эсседегі сөз саны. Орфографиялық, стилистикалық норманы сақтайды. Яғни,
тыныс белгілері дұрыс қойылады, сөйлем дұрыс аяқталып, сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілерді дұрыс қояды, әріп қате жібермейді және сөйлемді дұрыс құрау. Мінекей, осындай қателерді жібермеулеріңіз керек. Және интернеттен алынған сөйлемдер мен мәтіндер қабылданбайды. Әрбір дескриптордың санына қарай барлығы 6 балл беріледі. Яғни алғашқы манағы зымыран сұрақтардағы 4 балл, эсседен алатын 6 балыңыз барлығы 10 балды құрайтын болады.